Отбасы әр адам үшін ең қымбат орын. Әр үйде жылу, тыныштық және мейірім болады. Осындай ортада адам жақсы тәрбие алады. Отбасында адамдар бір-бірімен тығыз байланыста өмір сүреді. Олар бірін-бірі түсініп, сыйлап, қолдап отырады. Бұл рухани құндылықтың белгісі. Қазақ халқында дастархан бірліктің белгісі. Дастархан басында адамдар әңгімелесіп, бір-біріне жақсы тілектер айтады. Отбасында үлкендерді құрметтеу басты құндылық. Үлкендер ақыл айтып, дұрыс жол көрсетеді. Біз оларды тыңдай білуіміз керек. Білім адамға керек ең маңызды байлық. Отбасында кітап оқуға, білім алуға үйретеді. Білімді адам елге пайдасын тигізеді. Ұлттық мәдениет те рухани құндылық. Домбыра, ұлттық ою-өрнек халқымыздың тарихын білдіреді. Отбасы арқылы біз оны үйренеміз. Отбасы мүшелері бір дастархан басында отырып, бірге шай ішеді. Бұл бірлік пен татулықтың көрінісі. Мейірімділік отбасының басты қасиеті. Адамдар бір-біріне көмектесіп қамқор болады. Бұл жақсы мінез қалыптастырады. Таза әрі жинақы үй жауапкершіліктің белгісі. Отбасында әр адам тәртіп сақтауға үйренеді. Адалдық пен шыншылдық отбасында қалыптасады. Адамдар бір-бірімен ашық сөйлесіп, сенім артады. Бата беру қазақтың рухани дәстүрі. Бата арқылы жақсы тілек пен ізгі ниет айтылады. Отбасылық дәстүрлер ұрпақтан ұрпаққа жалғасады. Бұл отбасының берік болуына көмектеседі. Үлкен адамдардың өмірлік тәжірибесі мол. Олардан сабырлы болуды, ойланып шешім қабылдауды үйренеміз. Үйдегі тыныштық пен келісім отбасының байлығы. Сабырлы адам әрдайым дұрыс әрекет етеді. Отбасылық суреттер мен естеліктер өткенді еске түсіреді. Бұл ұрпақтар арасындағы байланысты көрсетеді. Үй шаруасын бірге жасау ынтымақтың белгісі. Бірге еңбек ету отбасыны жақындастырады. Сыйластық бар жерде түсіністік болады. Отбасында бір-біріне жылы сөз айту өте маңызды. Үй адам демалатын, тынығатын орын. Үйдің жылуы адамға күш береді. Отбасының рухани құндылықтары адамды жақсы азамат етіп тәрбиелейді. Ол адамгершілікті, мейірімді болады. Отбасы рухани құндылықтардың бастауы. Отбасын құрметтеу әр адамның міндеті. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз.